Ассаламу алейкум. Бүгін картоптан драники дайындаймыз. Алдымен керек заттарды дайындап аламыз. Одан кейін блендерге картопты, пиязды салып, майдалап блендермен өткізіп аламыз. Блендерден өткен картоп пен пиязды цитоға салып, суын 10 минуттай қойып, картоп пен пияздың суын ағызамыз. Он минут өткеннен кейін цитодағы картоп пен пиязды алып, суын төгіп тастап, ыдысқа қайта саламыз. Одан кейін үстіне ұн, тұз, қара бұрышты салып араластырып, бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Табаға майды құйып, отқа қойып, майды қыздырамыз. Содан кейін видеодағыдай етіп, дөңгелек формаға келтіріп, майға салып, бір жағы қызарғанша қуырамыз. Бір жағы толықтай қызарғаннан кейін, екінші жағына аударып, тағы да қызарғанша пісіріп аламыз. Дәл осылай барлық драниктерімізді пісіреміз. Драникті чеснокты соуспен жесеңіздер, өте дәмді болып шығады. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Комментарияға менен қандай тамақтың немесе тәттінің рецебін күтетіндеріңізді жазсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Сүндетова Гүлдана, барлықтарыңызға ас болсын.